Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Тоқаев дүйсенбі күні Путинмен келіссөз жүргізеді. Құжаттарға қол қою жоспарланып отыр. Кездесу Мәскеуде өтеді деп хабарлайды Песков. Бұл Тоқаевтың президент болып қайта сайланғаннан кейінгі алғашқы сапары болмақ. Ал 29-30 қараша күндері Қазақстан президенті Францияға ресми сапарға барады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. 200 мың ақш долларын талап еткен. Астанада 4 ер адам Үндістан азаматын ұрлады деген күдікпен ұсталды. Полицияға 27 жастағы Үндістан азаматы шағымданып, өзін белгісіз біреулер күшпен автокөлікке отырғызып, Астана қаласына алып кеткені туралы хабарлаған. Күдіктілер шетел азаматына қол күш жұмсауын айтып қорқытқан. Сондай-ақ босату үшін 200 мың ақш долларын талап еткен. Полиция осы іске қарастырып, Астанадағы жалдамалы пәтерлерді күдікті 26 және 34 жас аралығындағы 4 Өзбекстан азаматын ұстады. Аталмыш фактіге қатысты тергеу жүргізіп жатыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.